Барлықтарыңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін видео мен жүктілік туралы, жүктілік кезінде инфекция туралы және ай толғақ туралы көптеген видео түсіріп жатырмын. Соның бір видеоның бүгін біреуі ол жалпы жүкті әйел неге құқығы бар. Жүкті әйел немесе көбінесе әйелдер білмейді, Қазақстанда қандай жүкті әйел қандай өзінің құқығы бар екен. Әсіресе мен жүкті әйелдер, оның ішіндегі жұмыс істейтін әйелдер туралы айтқым келеді. Неге құқығы бар, неге сіз өзіңізді қалай ұстауыңыз керек. Сіз жүкті болғаннан кейін, 12 аптадан кейін сіз жүктімін деп қағаз апаруыңыз керек өзіңіздің жұмыс істейтін жеріңізге. Және де жүктіліктің 12-ші аптасына дейін кейбір жұмыс беретін адамдар бар. Олар жұмыс беретін адамдар ол көбінесе дұрыс істемейтін, жүкті әйелдер көбінесе ұнатпайтындар бар. Неге? Өйткені жүкті әйел, сіз жүктілікке шығасыз 6-7 айында. Одан кейін сіз деген 3 жылға дейін өзіңіз декреттік орныңыз қалу керек заң бойынша. 3 жылға дейін сіз декреттік орныңыз қалады. Оның алдында сіз тумай тұрып 4 айға, яғни бұлай нақты айтатын болсақ 126 күнге 30 аптадан кейін құқығыңыз бар демалысқа кетуге 126 күнге. Және де одан кейін 126 күннен кейін сіз өзіңіз жазасыз жалпы 3 жылға, одан да аз алуға болады, көбінесе 3 жылға жазады әйелдер баланың күтімі арқылы үйде отыруға. Яғни жұмыс беретін адамдарға ол ыңғайсыз. Яғни ол әйелді 4 ай күтеміз, одан кейін ол жүктілікті баласына қарауға отпуск алады 3 жыл дегендей. Сондықтан оларға ыңғайсызда ол сізден арылудың неше түрлі жолдарын ойластыруы мүмкін. Сондықтан сіздердің қазір неге құқылығыңыз бар, сол туралы мен сөйлескім келіп отыр. 12 аптаға дейін жүкті болғаныңызды білсеңіз, көбінесе егер жұмыс орындарыңызда сондай адам болса, жұмыс орындарыңыздағы бастықтарыңыз сондай бұрында әйелдерді солай шығарған болса, менің ойымша 12-ші аптаға дейін, бала өзінің орныққанға дейін, 12-ші аптаға дейін баланың түсік болуы және де көптеген нәрселер болуға өте бейім ғой. Сондықтан көбінесе өзіңіздің күйеуіңізге, немесе енеңізге, мамаңызға, жақындарыңызға ғана айтқан дұрыс деп ойлаймын. Ал жұмыстағыларға тек 12-ші апта сіз мындай қағаз әкелесіз өзіңіздің гинекологтан, мен жүктімін деген қағазды өзіңіздің жаңағы жұмыс беретін адамдарыңызға, немесе кадрлар бөліміне, немесе бухгалтерияға қалай апарасыз, соны қағазды апарып берген дұрыс. Неге? Заң бойынша сіз 12-ші аптаға дейін сізді жұмыстан шығаруға олардың құқығы бар. 12-ші аптадан кейін сізді ешкім жүктімін деген қағаз әкелсеңіз, немесе УЗИді апаратын адамдар бар, жұмыс беретін адамға апарып берсеңіз, сізді ешқандай жұмыстан қуа алмайды заң бойынша. Және де жалпы әйел қандай құқыққа ие егер жүкті болсаңыз. Егер жүктілігіңіз ауыр өтіп жатса, жүктілігіңіз 2 баламен жүкті болсаңыз, немесе әртүрлі түсікке қауіп болса, сол кезде сіз өзіңіздің гинекологыңыздан қағаз жаздыруға болады. Қағаз жаздырған кезде сіз жаздырасыз, ол жалпы жұмысыңызды жеңілдететін жұмысқа ауыстыруды. Бұл жеңілдететін жұмысқа ауыстыруды сұрау сіздің құқықтың ішінде бар, яғни сіз жұмысыңызды өзіңізді жеңілдетуге деген жеңілдетсін, өйткені бұның жағдайы нашар, жүктілігі ауыр өтіп жатыр деген сияқты қағаз аласыз гинекологтан, ол жұмыс орныңызға апарып бересіз. Сол кезде олар қарастырады да сізге басқа, бірақ сіздің өзіңіздің қалай айтсам болады, егер сіз мысалы бір жерде жұмыс істейтін, бухгалтер болып жұмыс істейтін болса, бухгалтерлік болып қаласыз, бірақ жеңіл жұмысқа ауыстырады сізді. Түсінген шығар деп ойлаймын, жеңіл жұмысқа ауыстырады. Яғни сіз жұмысыңыз жеңіл болады, немесе қысқартылған болады. Яғни сіз жұмыс істеген кезде 1 сағатқа ерте кетуіңізге құқығыңыз бар. Сондықтан егер сондай құқықтарды көбінесе білмейтін қыздар бар. Және де
егер сіздерге 12 аптадан кейін 20 аптадан кейін жұмыс беретін адамдарыңыз сізді жұмыстан шығарғысы келсе, әртүрлі жағдайлар болады, барлығында емес, кейбір жағдайларда болады, сондай шығарғысы келсе, өйткені көбінесе декреттен сізді күтіп отырғысы келмейді. Бағана мен түсіндірген бойынша шығарғысы келсе, сіз өзіңіздің құқығыңызды жалпы трудовая инспекция деген бар. Трудовая инспекция ол жалпы еңбек инспекциясына барып жазсаңыз болады. Мен осындай жүктімін, жүктілігіме байланысты мені жұмыстан қуып жатыр, немесе қуғысы келіп жатыр деген сияқты нәрсе жазсаңыз, олар барлығын барып шешеді. Жалпы сіздің жүктілігіңіз арқылы сіз жаңағы жұмыстан қуылуға немесе жұмыстан шығуға сіз барлық жағынан мемлекетпен қамтылғансыз, барлық жағынан сіз қорғалғансыз. Сондықтан ол жұмыс орныңызға қорықпай қойыңызға болады. Және де көбінесе әйелдер өзінің құқығын білмегендіктен жалпы қателіктерге ұшырап жатады. Мысалы, сіз жұмыстан шығыңыз десе, жалпы өз еркімен шығатын заявление жазып, өтініш жазып, шығып кететін адамдар болады. Сондықтан мен сондай қыздарға ондай қателіктер жасамаңыздар деп айтқым келеді. Және де жүкті әйел неге құқылы? Тағы да жалпы жүкті әйел өзінің 28 аптадан егер жүктілігіңіз ауыр өтіп жатса, көбінесе декретке әйел 30 аптадан шығады. 30 апта түскенде сіз декреттік демалуды гинекологыңызға барып 126 күнге жалпы больничный лист жасайсыз. Жалпы қай кезде одан ерте алуға болады? Егер сіздің жалпы жүктілігіңіз ауыр өтіп жатса, егер сіздің созылмалы ауруларыңыз болса, егер сіздің басқа да ауруларыңыз болса, немесе түсікке жалпы қатты қан ағып жатса, немесе қатты ауруларыңыз болса, сол кезде сіз 28 аптада жалпы жүктілікке шығуға сіз гинекологыңыздан сұрауға болады. Өйткені сіздің жүктілігіңіз ауыр өтіп жатыр, сіз жұмыс істей алмаймын деген сияқты 28 аптадан жалпы сұрауға болады. Ал барлық егер 28 аптада құқылы, нақты құқылы әйелдер ол шығуға, ол егер 2 баламен немесе одан көп баламен жүкті болған әйелдер 28 аптадан шығуға міндетті декретке. Солай, және де мен барлық осы құқықтарды сіздерге түсіндірдім деп ойлаймын. Ешқашан қателеспеңіздер. Жүкті әйел көп нәрсеге құқылы. Сондықтан өзіңіздің құқығыңызды білу сіздің міндетіңіз. Сол түсінікті деп ойлаймын. Сондықтан келесі кездескенше сау болыңыздар.